Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жақанша Досмұхамбетов атындағы жоғарғы педагогикалық колледж саясаттану және әлеуметтану негіздері пәнінен 4-ші курс студенттеріне арналған бейне сабақ. Тақырып саясаттану ғылым ретінде. Оқытушы Дүйсенгалиев Мереке Камилович. Саясат термині грекше политика, мемлекеттік және қоғамдық істер, полис, яғни қала мемлекет екенін білесіздер. Аристотельдің саясат атты еңбегінде алғаш зерттеліп қарастырылған. Сол кездің өзінде саясат зерттеудің екі басты бағыты қалыптасты: функционалды және құндылықты. Функционалды зерттеу бағыты көбіне саясаттағы мақсат пен соған жету және нәтижесіне көңіл бөлген. Ал құндылықты бағыт сол саясаттың негізінде идеялық құрылым мен адамгершілік критерийлерді іздеген. Саясатты әрбір зерттеген ғалым, саясаттанушы бірнеше анықтамалар берген, солардың қысқаша тоқталып кетейік. Марк Вебер: саясат мемлекетшілік немесе мемлекетаралық билікті үйлестіруге ықпал ету немесе билікке қатысуға ұмтылысты білдіреді. Истон: саясат қоғам ішіндегі құндылықтарды билік арқылы реттеу. Плеханов: саясат онымен айналысқан адамдардың ақыл шеберлігін талап етеді. Ол тәртіпке мәңгі берілген, өзгермейтіндерді білмейді. Енді бұл анықтаманың әрқайсысы шындыққа негізделген және саяси өмірдің көп қырларын ашып берген. Анықтамалардың әртүрлі саясаттың көп қырлы және күрделі құбылыс екендігін білдіріледі. Саясаттың мәні бірнеше деңгейге жүзеге асырылады. Төменгі деңгей жергілікті мәселе шешуді қарастырады. Аймақтық деңгей мемлекеттің араласуын талап етеді. Ұлттық деңгей саясат теориясында орталық орынға ие болған. Бұл мемлекетті ресурстарды үйлестірудегі негізгі институт екендігін анықтайды. Халықаралық деңгей мұнда іс-қимылдың негізгі субъектілері ретінде егемен мемлекеттер арасындағы қатынастарды реттейді. Саясаттанудың пәні мен қызметі, әдістері және парадигмалары. Саясатты түсіну ежелден бастау алады. Оны ғылымды тұрғыда шешу кейінгі ғасырларға келеді. Жалпы саяси ғылым қазіргі кездегі мәнін 19 ғасырдың екінші жартысында иеленген. Ол жеке білім саласы ретінде бөлініп шыққан. Лондон университетінде 19 ғасырдың аяғында Лондонның экономика және саясат ғылымдарының мектебі ашылған. 1857 жылы Колумбия университетінде Америка тарихында алғаш саяси ғылымдар кафедрасы ашылды. Ал батыста саясаттану Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін дами бастады. Бұған көбіне 1948 жылғы Парижде ЮНЕСКО басшылығымен өткен саяси ғылымның сұрақтары жөнінде халықаралық коллоквиум себеп болды. Саяси теория, оның ішінде саяси идеялар тарихы, саяси институттар, саяси мәдениет және саяси сана, саяси даму және модернизация, саясат субъектілері сияқты зерттеу және оқыту мәселелері анықталып осы қаралған екен. Қазақстандағы саяси ғылымның негізгі пәніне бұдан басқа құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, геосаясат, ұлттық мүдде және ұлттық қауіпсіздік мәселелері кіреді. Саясаттану басқа ғылымдар сияқты келесі қызметтерді атқарады. Танымдық қызмет, саяси өмір және биліктік қатынастар туралы жүйелі түсінік қалыптастыру және дамудың тенденциялары мен заңдылықтарын анықтайды. Практикалық қызмет, саяси теориялар мен тұжырымдамалардың негізінде мақсатқа жетуге байланысты әдіс тәсілдерді ұсынып отырады. Саяси өмірді рационализациялау қызметі, мемлекеттің шешімдері мен жүргізіп жатқан реформаларын қарапайым халыққа түсіндіру мақсатында. Әлеуметтендіру қызметі, азаматтық патриоттық сезімді қалыптастыру және саяси мәдениеттік көтеруге байланысты қызмет атқарады. Болжам жасау қызметі, саяси үрдістің даму тенденциялары мен жетістіктерін анықтайды. Саясаттану ғылымының әдістері. Саяси құбылыс пен үдерістер көптеген әдістер арқылы танылады. Грекше методос, зерттеу жолы, әдістер бұл теорияға баға беру және тексерудің тәсілдері сараптау құралы. Институционалды әдіс арқылы Конституция мемлекеттің заңдар мен қоғамның нормалар тәртібін зерттеу арқылы тұтас дамуының мәнін ашады. Салыстырмалы әдіс бар.
ежелден таныс саяси объектілерді салыстыра отырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын білдіреді. Әлеуметтанулық әдіс арқылы нақты саяси құбылысқа әлеуметтанулық зерттеу жүргізу арқылы қоғамның саясатқа қатынасын білуге болады. Антропологиялық әдіс адам табиғаты ерекшелігінен туындайды. Бұл әдіс адам типі мен саясат байланысы ұлттық сипатын саяси дамуға әсер етуі, немесе керісінше саяси дамудың ұлт сипатына әсер ету мәселелерін шешуге көмектеседі. Психологиялық әдіс саяси іс-әрекеттің жеке адами сана мінез-құлықтың субъективті механизмдерін, сонымен бірге психологиялық мотивациясының механизмін зерттеуге бағытталған. Бихевиористік әдіс саясат қоғамның құбылыс ретінде ең бірінші жекедаралық өлшем арқылы анықталады деген тұжырымға негізделіп отырады. Коммуникативті әдіс саяси үрдістің кибернетикалық модельдерін қалыптастырады. Енді саясаттанудың негізгі парадигмалары әлеуметтік, психологиялық, биосаяси, теологиялық және натуралистік парадигмалар. Енді саясаттану ғылымының маңыздылығы, жалпы отандық саясаттану ғылымы тағдыры өте қиын қалыптасты. 20 ғасырдың басында қоғамда болған ірі өзгерістер халық зиялыларының елдің саяси болашақ жайлы толғауына әсер етті. Олар өз еңбектерінде саяси тағдыр, революция, мемлекет, билік мәселелері жайлы ойларын жазды. Кеңес одағы кезінде саясатта ғылыммен айналысуға тыйым салынған еді. Тек 20 ғасырдың 90 жылдарынан бастап Қазақстанда саясаттану пәні ретінде оқытыла бастады. Енді жоғарғы оқу орындарында ірі салалардың бірі базалық білім жинағын қоймай, сонымен қатар бірге жаңа білім алудағы қалыптастырады. Енді бұл саясаттану ғылымы болашақ қоғамымыздың субъектісіне толық тұлға болып қалыптасу үшін мүмкіндік береді өздеріңіздің. Ал жоғарғы оқу гуманизациялау мемлекеттік бағдарлама негізінде ол өте дұрыс жолға қойылған деп сенемін. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау, аман жүріңіздер.